Саламатсыздар ма қымбатты оқушылар, қайырлы күн. Бүгін сіздермен өткізетін сабағымыз 9-шы сан есім. Сан есім заттың санын, мөлшерін, ретін білдіреді. Өздеріңіз бұрыннан таныссыздар, сұрақтары қанша, неше, нешінші, қаншау, нешеу деген сұрақтар. Сан есім бірнеше түрге бөлінеді. Тұлғасына қарай негізгі туынды. Мысалы 2, 30, 60 деген ол негізгі сан есім. Түбір сан есім, ешқандай жұрнақ жалғауы жоқ. Оларға жалғау жалғанады, тек жұрнақтары жоқ. Туынды жұрнақ жалғанатын сан есім. Мысалы біріншінің түбірі 1, кешіріңіздер. Міне, түбірі 1. Ал әнші деген оған жалғанып тұрған жұрнақ. 50 дейтін түбірі 50, дей деген оған жалғанып тұрған жұрнақ. Сондықтан да ол туынды сан есім деп есептеледі. Құрамына қарай сан есімдер барлық сөз таптары сияқты, зат есім сияқты, біз өзіміз өткен дара және күрделі болып бөлінеді. Дара сан есімдер бір ғана сөзден тұрады, күрделі сан есімдер 2 немесе одан да көп сөзден тұрады. 15, 500, 2020 деген біздің қазіргі жылымыз, олардың барлығы күрделі сан есімге жатады. Мағынасына қарай сан есімнің бірнеше түрі бар. Есептік сан есім тек қана есебін білдіреді санның. Реттік сан есім ретін білдіреді, несінші екенін білдіреді. Жинақтық сан есім 7-ге шейін жинап көрсетеді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Топтау сан есім санды топтап көрсетеді. 2-2-ден, 10-10-нан, 100-100-ден, сосын жаңағы 40-40-тан, 40-50-ден деп топтап көрсетеді. Болжалдық сан есім санның нақты санды айтпайды, шамалап болжалдап айтады. 60-дай кісі жиналды, 9-дай ғана оқушы келді сабаққа деген болжалдап айтады. 60 па шын мәнінде 61 ме, мүмкін ол 65 шығар, мүмкін 57 шығар, нақтылап айтпайды. Сондықтан да оның атын болжалдық деп айтады. Бөлшекті сан есім дегеніміз затты бөлшектеп көрсетеді. 5-тен 2, 1,5-тен 3 деген бөлшектік сан есімдер. 2,5 дегенде бөлшектік сан есім, 2,5 дегенді білдіреді. Ширек дегенде бөлшектік сан есім, ол заттың 4-тен 1-ін көрсетеді. Бөлшектік сан есімді тауып көрейік мына жерден. 100 деген 5, 10-10-нан бірінші 2,5. Қайсысы бөлшектік сан есім деп ойлайсыздар балалар? Ойланып көріңіздер. Таптыңыздар деп ойлайым, 2,5 әрине. Ол толық сан емес, 2 және жартысы. Бірінші деген реттік сан есім, 10-10-нан деген жаңа айттым топтау сан есім, 5 деген жинақтық сан есім, кешіріңіздер, 100 деген болжалдық сан есім. Реттік сан есімге тән жұрнақ қандай? Жұрнақ заттың ретін білдіретін сан есімді көрсететін жұрнақ, ыншы, әнші. Ау, еу деген жаңағы қайта есімден шығып қала береді. Жинақтық сан есім, тан, тен деген топтау сан есімді, дай-дей болжалдық сан есім, лық-лік сан есімнің жұрнағына жатпайды. Топтау сан есімді көрсетіңіз дейді. Затты санын топтап көрсететін сан есім 100, 100-ден. Келесі, есімдік. Біз сонымен сан есімнің түрлерімен таныстық балалар. Сан есім, қайталап айтам, сан есімдер заттың санын, мөлшерін, ретін білдіреді екен. Сұрақтары қанша, неше, нешеу, нешінші. Тұлғасына қарай олар негізгі және туынды. Құрамына қарай дара және күрделі. Мағынасына қарай 6 түрге бөлінеді. Есептік, реттік, жинақтық, топтау, болжалдық сан есім. Дәл осы бетті телефондарыңызға түсіріп алып, дәптерлеріңізге жазып қойсаңыздар болады. Мен сәл күте тұрам. Есімдік келесі сөз табы. Есімдік біз өткен зат есімнің, сын есімнің, сан есімнің орнына жүретін сөздер. Мысалы, 10 жұпсан. Солай ғой, 10 деген мұнда сан есім. Ол 3-ке бөлінбейді деп айтамыз. Онда ол деген сөз 10-ның орнына қолданып тұр. Демек, ол сан есімнің орнына қолданып тұр. Немесе қарлығаш жас қыз. Ол 3 жаста, немесе 7 жаста. Мұнда ол деген қарлығаш деген зат есімнің орнына қолданып тұр. Қызыл әдемі түс. Ол маған ұнайды. Сонда қызыл деген сын есімнің орнына екінші сөйлемде ол деген есімдік қолданылып тұр.
Қайталап айтам. Есімдік деген атының өзінде тұр. Зат есімнің, сын есімнің, сан есімнің орнына жүретін сөз табы. Есімдіктер тұлғасына қарай тура жаңа мана өткен зат есім, сын есім, сан есім сияқты негізгі және туынды болады. Түбір есімдіктер болады, ол негізгі, туынды болса жұрнақ жалғану арқылы біреу, мынау, қандай, барлық. Немесе құрамына қарай дара және күрделі болады. Дара деген бір ғана сөзден, ал күрделі бірнеше. Жұрнақ жалған, күрделі бірнешеуден болады. Кейбіреу бірнеше есімдіктер. Мағынасына қарай есімдіктер 7 түрге бөлінеді. Жіктеу есімдіктері: мен, сен, сіз, ол, біз, біздер, сендер, олар. Бұлар түгел жіктеу есімдігі деп аталады. Өйткені олар үш жақта жіктелген зат есімді көрсетеді. Сілтеу есімдіктері қайсы бір нәрсенің қайсы екенін көрсетеді. Бұл, осы, мына, мынау, сол, ана, анау. Сұрау есімдіктері тек қана сұрақ белгісімен келетін сөздер. Кім, не, неше, қанша, қалай, тағы басқа. Өздік есімдік жалғыз бір ғана есімдік, өз, бірақ ол түрленеді. Бірінші жақта өзім, екінші жақта өзің, екінші жақ көпше түрде өзіміз, екінші жақ жекеше көпше түрде, бірінші жақ көпше түрде өзіміз, біз өзіміз, екінші жақ көпше түрде өздерің, үшінші жақ көпше түрде өздері. Есімдіктің өзі біреу-ақ, өз. Жалпылау есімдігі қай нәрсенде жалпы түрін көрсетеді. Мысалы, санын, жалпы көлемін көрсетеді. Барлық, бәрі, күллі, баршасы, бүкіл деген сөздер жалпылау есімдіктер. Затты жалпылап көрсететіндіктен оның артын жалпылау есімдігі дейді. Белгісіздік есімдік заттың белгісіз екендігін білдіреді. Кейбіреулер осылай сөйлейді. Немесе таңертең біздің үйге әркім келіп есікті қаға берді. Әлдекім алыстан әлдекім көрінеді. Әлдене ербең ете қалды. Осында кім екені немесе не екені белгілі ме? Белгісіз. Сондықтан оларды белгісіздік есімдіктер дейді. Олар әр, әлде, кей деген жаңағы сөздермен, алдына жалғанатын сөздерменен келеді. Болымсыздық есімдік еш нәрсенің болмағанын білдіреді. Еш деген сөз арқылы келеді. Ешкім, ешбір дәнеңе, ештеңе, еш нәрсенің болмағанын, ешкім келген жоқ, ешбір дыбыс естілмейді, дәнеңе көрмедім, ештеңе айтпадым, яғни айтқаным да ештеңе жоқ, көргенім де жоқпын, ешбір нәрсені айтпадым, білмедім, түсінбедім, ешкім келмеді дейді. Келген адамның да жоқ екенін білдіреді. Бұнымен мағынасына қарай есімдіктер осындай 7 топқа бөлінеді екен. Жіктеу, сілтеу, сұрау, өздік, жалпылау, белгісіздік және болымсыздық. Тапсырмаларды қарап көрейік. Сілтеу есімдігі берілген қатарды табыңыз дейді. Қай қатарда сілтеу есімдігі бар? Мына жерді пайдаланыңыздар. Әзірше сіздің бетіңізде тұр ғой бұл. Қайсысы сілтеу есімдігі? Мына бұл, осы, мынау. Әрине мына жерде тұр. Сол, ол, мынау көрсетіп тұр. Келесі екінші сұрау есімдігін табыңыз дейді. Енді ойланыңыз. Сұрау есімдігі. Әлдене туралы сұрап тұрған есімдік қайсы? Әрине кімдер? Бар септігіндегі есімдікті табыңыз дейді. Бар септігінің сұрағын естеріңізге сүріңіздер. Төменгі сыныпта оқыдыңыздар оны. Бар септігінде кімге, неге? Кімге, неге? Әрине оған. Бұл баяғы біз айтқан, біріккен сөзді өткен кезде біз айтқанбыз, кіріккен сөздер дегендер де болады деп. Түбірі ол, оған бар септігін жалғанғанда оға деп айтпаймыз ғой біз. Олға деп немесе. Оған деп л дыбысы жұтылып кетеді. Сөйтіп ол сөз кіріккен сөз болып кетеді. Қай қатар есімдіктің бір мағыналық түріне жатпайды дейді. Бір мағыналық түріне жатпайды. Қай қатар? Мынаға мен, сен, ол деген бір мағына, жіктеу есімдігі. Өз-өзім, өз-өзіне деген бір мағына, өздік есімдік. Неше, қанша деген бірақ мағына, сұрау есімдігі. Сол, мынау, міне деген сілтеу есімдігі, сілтеп көрсетіп тұр. Ал барлық, біреу, кейбіреу деген бір мағынада тұрған жоқ. Барлық деген жалпылау есімдігі, біреу, кейбіреу деген белгісіздік есімдігі. Белгісіздік есімдігін табыңыз дейді. Белгісіздік есімдігі қайсы осының ішінде? Белгісіздік. Болымсыздық емес, белгісіздік. Әлде кім? Ешбір деп айтсаңыздар, онда ол болымсыздық болар еді. Өздерің деген өздік есімдік, күллі деген жалпылау есімдігі, оның деген, ол деген жіктеу есімдігі.
Жұмбақтағы есімдіктің түрін ажыратыңыз дейді. Мына жұмбақтың ішінде есімдік қайсы? Өзі жуас, өзі момын, бір шешпейді тонын. Өз деген қай есімдік? Өздік есімдік. Дұрыс таптыңыз. Есімдіктердің қай септікте тұрғанын анықтаңыз. Жанат кейбіреулермен келісе алмады, ақырында маған келді. Есімдік қайсы? Кейбіреулер. Түбірі кейбіреу, күрделі туынды, күрделі есімдік. Лер деген көптік жалғау, мен деген септік жалғау. Қай септікте тұр осы? Кіммен, немен? Көмектес септігі. Айтсаңыздар, онда дұрыс таптыңыздар деп есептеймін. Баяндауыш қызметіндегі есімдік қайсы болар екен? Сол кеште ешкімге сыр ашпаған бала осы. Баяндауыш сөйлемнің қай жағында тұрады? Соңында тұрады. Сонда баяндауыш қызметінде тұрған есімдік осы болады. Берілген мақалдағы есімдіктің түрін белгілеңіз дейді. Кісі елінде сұлтан болғанша, өз елінде ұлтан бол. Қандай есімдік бар мұнда? Өз деген есімдік, өздік есімдік. Сөйлемді есімдікпен толықтырыңыз. Табиғатты қорғау адамның борышы. Қандай адамның борышы? Барлық адамның борышы. Барлық адамның жалпылау есімдігі. Сөйлемдегі есімдіктердің түрін анықтаңыз. Мен ешқашан елімді сатпаймын. Ешқашан деген қандай есімдік? Болымсыздық есімдігі. Одан, бұдан есімдіктерінің қай септікте тұрғанын анықтаңыз. Алдымен ол үшін сұрақ сұрап алайық. Қандай сұрақ қоямыз бұған? Одан, бұдан. Кімнен, неден? Сонда ол қай септік болғаны? Әрине, шығыс септігі. Көп нүктенің орнына тиісті есімдікті қойыңыз дейді. Күн сөнбесін, аспаннан бұлт төнбесін. Өлең ән бар ғой сондай. Пусть всегда будет солнце деген. Қазақшада ол қандай? Әрқашан, иә білдіңіздер, әрқашан күн сөнбесін. Әрқашан деген қай есімдік болады? Қай күн екені белгілі ме? Қай жыл екені? Белгісіздік есімдігі. Міне осымен балалар бүгін сіздерменен есімдік және сан есім туралы екі сөз табын өттік. Екеуінде естеріңізге сақтауға тырысыңыздар. Тест тапсырмаларының көмегімен біраз есімізге түсірдік. Есімізге сақтауға тырыстық. Үйде жақсылап есімдіктің осы бір жерін суретке түсіріп алыңыздар, дәптерге жазып қойыңыздар. Бүгінгі өтетін сабағымыз осымен аяқталды. Сау, саламат болыңыздар.